Кайырлы күн тыңдарман. Қазақ үні радиосының кезекті шығарылымында қонақта қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ақын Данияр Дидарұлы. Қош келдіңіз, Данияр мырза. Қош көрдік, Гүлназ Жасталапқызы. Шақырғандарыңызға рахмет. 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер күні мерекесіне арналған Тіл ұлттың тұғырлы тірегі атты апталығымыздың ашылғанын хабарлаймыз. Данияр Дидарұлы, осы апталықтың жалпы оқушыларға берері мен мақсатымен таныстырып өтсеңіз. Осы апталық барысында оқушылардың өз ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру, тіл мәртебесін көтеру, таза сөйлеуге үйрету, өз ұлтына, еліне деген сүйіспеншілігін оятуды басты мақсат етіп қойып отырмыз. Тіл білімінің негізін қалаған тұлғаларды дәріптеу, туған тілінде сөйлеу, әр адамның, әр оқушының, әр ұстаздың ұлт алдындағы ұлы борышы деп санаймыз. Жалпы осы апталық барысында қай сыныптарды қамтығалы отырсыздар және де балаларға қандай қызықты іс-шаралар өткізгелі отырсыздар? Апталық барысында барлық сыныпта қамтығымыз келіп отыр. Мәселен, 6 сыныпта 16 күні талдап көрсептеп бер сайысы оздырылайын деп отыр. Және 17 күні загадки русского языка сыныптан тыс іс-шара 5 сыныптар арасында оздырылады. Және де 18 күні 5-11 сыныптар арасында тұғыры биік туған тіл атты жыр мүшәйрасы оздырылады. 5-11 сыныптар арасында өлеңге жаны жақын, кітап оқығанды жаны сүйетін, қолына қалам ұстаған балаларды осы шараға белсене қатысуға шақырамыз. Данияр Дидарұлы, шығарылым барысында сізді ақын деп таныстырдық. Ендеше осы апталығыңыздың ашылуына орай өзіңіздің жүрегіңізден шыққан бір өлең жолдарын жолдасаңыз. Осы апталық барысында оздырылатын шарамыздың көбі оқушыларға арналғандықтан мен де сол оқушы кезімде тіл туралы жазған өлеңнен үзінді оқып берейін. Тілім менің, білесің бе жанымның түнілгенін, түсіне алмай жүргенде құнын делім. Алмас тілім, жүрегімнен шыққан жырға жалғасты мұң, қасіреттің кермегін таттынау сен, қасиеттің шаужайына жармастығым. Өте керемет. Данияр Дидарұлы, қаламыңыз ұштала берсін, апталықтарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, аталған апталыққа белсенді қатысуға шақырамыз. Сіздердің құрметтеріңізге ән шашу. Құлақтарыңыз әнде болсын. Келесі шығарылымда жүздескенше. Ғажап тілінде, атың озған азат күніңде, ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде, қазақты бірге, қазақтығың қазақ тілінде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ бақ шауып тұрсын, ханшайымдар хат салып тұрсын. Өз тіліңді құрметтемесең, сүйегіне бабаларымның дақ салып тұрсын. Қазақ болсаң тілің кеудеңде патшалық құрсын. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі.
тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Оны білмеу маған күлкілі.